бағаның диапазондағы бағытында long және short позишндар ашылады. Бірақ трейдерлердің көпшілігі диапазонның ішінде сауда жасамайды. Бұл диапазон дегеніміз бағанағы мынау, коридордың ішінде. Белгілі бір диапазон. Әрине, коридордың диапазонның ішінде де сауда жасауға болады. Мына нүктеден сатып алып, мына жақтан келіп сатып жіберсеңіз, немесе мына жерден шортқа кіріп, мына жерден жаңағы табысыңызды табуға да болады. Бірақ бұл өте жаңағы рискованный, стоптар ұстап қалуы мүмкін. Ол стоп бойынша да келесі сабақтарда жаңағы жұмыс жүргізетін боламыз. Біз яғни күту керек. Біз мысалға акция бағалары үнемі өсе бермейді. Белгілі бір уақытта өсіп, ол бір коридорда жүруі мүмкін. Мінекей. Бағана айтқанымыздай 80% диапазонда жүреді дедік қой. Осы коридордың баға деңгейі бар. Осы баға деңгейді бұзуды күтеміз. Лонгқа кіретін болсақ. Ал егерде шортқа кіретін болсақ, мына баға деңгейін бұзуды күту керек біз шортқа кіру үшін, сату үшін. Сондай мәселелер бар. Немесе бұл түсіп келатқан бағада да мындай коридорға түсіп қалуы мүмкін. Коридорға түсіп қалуы мүмкін. Оны біз мүмкіндікті күту керек біз. Бұл ары қарай да түсуі мүмкін. Егер мына коридорда диапазонды бұзып өтетін болса, қатты импульспен кетуі мүмкін. Немесе лонгқа кірсек, мына жерде енді против тренда болып кетеді. Бұл жерде енді трендке қарсы да жасауға, бірақ сауда жасауға болады, бірақ бұл белгілі бір коррекциядан кейін жасалыны керек. Мына жерде лонгқа кіреміз, сатып аламыз, мына жерде сатамыз деген сияқты.